Ассалаумалейкум достар, Car Plus каналының автосүйер қауымы. Бүгін біз Автоинвест автосалонына келген жайымыз бар. Есіміңіз кім болады? Ділмұхамед, Автоинвест компаниясы менеджері. Қуаныштым, есімім Низалы болады. Автошолу жасауға дайынбыз. Міне Ділмұхамед бауырым бәріңізге көрсетіп танытатын болады машиналарды. Автоинвест компаниясының адрестарыңыз қалай, Ділмұхамед мырза? Мұхан Төлебаева 23, Автоинвест, машина без первоначального взноса. Ал, Ділмұхамед, кеттік, автошолу жасаймыз достар. Достар, біздің бірінші автокөлігіміз автошолудағы Hyundai Tucson автокөлігі. Бұған келетін болсақ, мокрый асфальт дейді ғой, орысша айтқанда. Мокрый асфальт түсті, кроссовер, керемет енді. Алдында Майкар автосалонында көрсеткен кезде жаңағы адамдар, оқырмандар екіге бөлінді. Қытай автокөлігі нашар, сапасы нашар деген соң осы Корей автокөлігіне шолу жасап өтсем деген оймен сіздерге осы контентті түсіріп отырмыз. Бұл көлікке келетін болсақ, ішінде міне көрсетіп өтсеңіз, ішінде кожа ақ түстес. Енді керемет, бұда сөз жоқ міне. Бұл машиналарды ашып көрсете алмайтын себебіміз, бұл жерде Астана қаласында бүгін боран, аяз болып кетті, өздеріңіз көріп отқандай видеода. Ақ түстес кожа, міне балондары, летний балонда тұр екен. Бұл автопробегпен, жаңа емес достар, автопробегпен бұл. Бағасына келетін болсақ, міне достар, бағасы бұның 14 миллион 200 мың теңге. 2022 жылғы год выпуска, жылы 2022, 42 мың пробегпен достар. Міне көлігімізді толығынан көр. Міне алдында дизайнын қарасаңыздар, ана кезде көрсеткенде Қытай автокөлігіне шоу жасап өттік қой алдыңғы видеода. Сол секілдес міне дизайндары. Керемет міне алдыңғы бампері міне бүйтіп түскен, міне алдында парктрониктері бар. Артына бүйтіп қарап өтсеңіздер, артында да сондай парктрониктері бар міне достар. Керемет, жаңағындай кузовында ешқандай бір царапина, ештеме көріп тұрған жоқпыз достар. Міне артын көрсетіп өтсеңіз, артын қарасаңыздар, міне артының дизайны достар. Фарлары осылай келіп, міне ерекше дизайнда достар, міне керемет мына автокөлік. Ары қарай жылжитын болсақ достар, мұнда келіңіздер. Бұл Kia Sportage автокөлігі. Қара, жоқ қара түс емес, мынау цвет қандай? Қара, темно-синий деп айтылады мына цвет. Темно-синий, міне тоже алдын қарасаңыздар, керемет дизайнда. Бұл автокөліктің жағдайы өте жақсы достар. Еш жерінде ешқандай жаңағындай трещина, соғылған, ондай көріп тұрған жоқпыз. Салонын көрсетейік достар. Бұның салоны чехол кигізіп қойыпты. Дизайны ерекше, бұның да керемет дизайны. Достар, міне салонын көріңіздер. Қазір бағасын көрсететін боламыз достар. Бұл автокөліктің бағасы 2020 жылғы Kia автокөлігі Sportage. Бұның бағасы 12 миллион 500 мың теңге достар. Тиімді шарттармен алуға болады. Видео соңында осы автосалонның менеджері Ділмұхамед айтып түсіндіретін болады сіздерге достар. Армен қарай кеттік. Hyundai автокөлігі қара түсте седан автокөлігі міне достар. Алдын қараңыздар, міне без номера тұр. Бұл да пробегпен достар. Керемет дизайн енді. Корей автокөлігі деген алдыңғы видеода біреуі Қытайды жамандады. Енді Корей автокөлігіне бағаларыңызды беріп өтерсіздер деп ойлаймын. Не артқы дизайнын көрсетіп жіберетін болсақ достар, міне Саната седан автокөлігі, артының дизайны бұның міне осылай достар. Міне фары керемет. Мынаны тормоз басқан кезде мынау барлығы жанат міне. Осының приборларының, фарларының бәрі
Мына жағын көрсетіңіз міне. Енді бұл керемет машина міне. Дизайны ерекше, салонын көрсететін болсақ, достар, біз аша алмай тұрық, әйтпесе салонында көрсетіп, ішіне от алдырып көрсететін едік. Ондай да бізде возможность болады, достар, алдағы уақытта. Міне қара түсті кожа екен салоны. Бағасына келетін болсақ, бұл автокөліктің, достар, бағасы бұның Hyundai Sonata 2019 101 мың пробегте екен, 13 миллион 300 мың теңге екен. Тиімді шарттармен кредитке алсаңыздар болады. Бағана видео соңында Ділмұхамед мырза көрсетіп өтеді. Мен сіздерге тағы айтып кетейін. Бұл автокөліктерді 0%бен кредитке алсаңыздар болады, достар. Бір күнде авто иегері боласыздар. Ал, достар, әрмен қарай кеттік. Тағы да Hyundai Sonata автокөлігі. Бұл сырт түстес, керемет дизайн міне. Бағанағы алдындағы көрсетіп өткен қараның сырт түстесі міне. Мұның жылы 2021 екен, достар. Пробегі 59 мың пробег, бағасы 13 миллион 300 мың теңге, достар. Міне мұна жағынан алатын болсаңыздар, бұның салонын айта кетейік. Қара түстес салон, достар. Көрініп тұр ма? Қара түстес салон, дизайны керемет. Ішінде баллондары да тұр, доңғалақтары, жаңа доңғалақтары тұр. Міне мұна жағын көрсетіп өтсеңіз. Міне, достар, сырт түстес. Мана қараны көрсеттік, әне қарасы тұр. Міне сырт түстес керемет. Еш жерінде бір ешқандай соғылған, бүлінген жерін көріп тұрған жоқпыз, достар. Алдағы уақытта мұндай пробегпен автокөліктерді, достар, толщиномермен көрсететін боламыз. Қай жерінде шпаклев, қай жері крашеный, қай жері ұрылған деген сияқты барлық информацияларды алдағы уақытта көрсететін боламыз. Әрмен қарай кеттік. Бұл автосалонда пробегпен де автокөліктер сатылады. Toyota Camry автокөлігі қара түсте, достар. Міне дизайнын қарап өтіңіз. Өзі қазақ халқы Toyota десе ішкенасын жерге қояды ғой. Міне Toyota автокөлігі, достар, міне сіздерге көрсетіп өтейін. Дизайны керемет, достар, міне бампері алды қарай түсіп тұрған өте керемет, достар. Бұның жылын көрсететін болсақ, бұның жылы 2018 екен, 126 мың пробег жүрілген, бағасы 13 миллион 300 мың теңге, достар. Бұл автокөлікті 0%пен автокредит рәсімдей аласыздар. Міне баллоны, доңғалақтары қыстық доңғалақта тұр екен, достар. Мынаның артында летний жоқ екен, мұның артында. Салонын көрсететін болсақ, салоны кожа қара түстес, достар. Керемет дизайн енді. Toyota автокөлігі. Арт жағына келетін болсақ, мұнда, достар, көрсете алмаймын, өйткені машина мұнда тар қойып тастаған себептен доступ жоқ. Жүріп тұру кішкене қиындау болып тұр да бізге видео түсіру. Мұна жағынан көрсетіп өтейік. Мұна жағына ашық екен. Достар, келіңіздер, мұна жағына ашық. Міне көлікті толығымен бүйтіп по кузову көрсетіп шығайық. Міне, достар, мұна жағына мынандай, міне керемет. Еш жерінде ешқандай соғылған, грубый нарушение көріп тұрған жоқпын, достар. Мына жерінде пленкасы тұр даже, міне. Қараңыздар, міне пленкасы тұр. Ашылмаған. Керемет, міне. Ал, достар, келесі машинамыз Suzuki көлігі. Suzuki SX4 автокөлігі. Түсі жасыл түстес, достар. Бұл машина пробегпен толығымен міне кузовын көрсетіп шығатын боламыз сіздерге, достар. Міне кузовы осындай. Еш жерінде бір керемет ұрылған ештеме жоқ. Зазорларының бәрі орнында тұр, достар. Дизайн өте керемет. Шағын
компактный дейді ғой орысша айтқанда. Компактный машина екен. Міне арт жағын көрсетіп жіберсеңіздер. Арт жағы міне осындай. Достар, міне мына жерінде бамперінде бұл жерде трещина бар екен. Оны да айта кететін жай. Парктрониктеріне әсерін тигізіп тұрған жоқ. Бамперінде кішкене шамалы трещина бар екен. Арғы бетін көрсететін боламыз. Мұның бағасын көрсететін боламыз қазір достар. Алдына келсек, міне решеткалары Suzuki автокөлігі осындай болып орналасқан. Міне мына жанына келіп көрсететін болсақ достар, керемет. Міне бұл жерде де ешқандай трещина ештеме жоқ. Бұның бағасына келетін болсақ достар, 2013 жылғы екен, пробегі 189.000 километр, бағасы 5.900.000 теңге. 0% жарнамен, несиемен бір күнде автокөлік иегері болсаңыздар болады. Мұның салонын көрсететін болсақ, велюр салоны. Міне салонын көріп өтіңіздер. Велюр шағын ғана автокөлік. Бұл енді әйел кісілерге өте керемет автокөлік деп ойлаймын. Ал достар, армен қарай келетін болсақ, Honda Elantra автокөлігі. Достар, енді сіздер қазір видеода, комментарияда айтатын боласыздар. Қайда барса да осы жігіттер Қытайды түсіре беретін болды деп. Мұнау Honda Elantra автокөлігі сборка дейді ғой, жиналған. Қытайда жиналған достар. Мұнау китайский сборка. Міне бұдан келетін болсақ, жүрілмеген автокөлік достар. 2023 жылғы пробег 0 километр деп жазылып тұр. Бағасы 10.500.000 теңге достар. Міне Қытайдың надпистері. Міне достар, сіздер алдыңғы видеода Қытай андай, Қытай мұндай дедіңіздер достар. Міне Қытайдың қолынан жасалып шығып атқан, міне қытайский сборка дейді ғой. Логотипіне дейін қараңыздаршы достар, міне көрсетіп өтейін. Келіңіздер. Логотипіне дейін міне ұқсастырып жасаған, бірақ айырмашылық болады. Міне достар, Қытай екен бірден белгілі. Міне логотипі осындай. Мұның бамперіне келетін болсақ достар, міне бампері керемет. Міне нағыз мынау Кореяда жиналған Elantra секілді ешқандай айырмашылық жоқ достар. Міне бұл летний жаздық баллонда тұр, қыстық баллонда береді. Міне ішінде тұр достар, қыстық баллоны міне ішінде тұр. Көрсетіп өтіңіз. Мына велюр екен, салоны велюр қара. Міне дизайны өте керемет. Надпистердің бәрі Қытай, наклейкалардың бәрі китайский наклейкалар жабысып тұр достар. Енді керемет. Міне артына келетін болсақ достар, артында да сол міне логотипінде айырмашылығы бар. Elantra деп жазылып тұр. Қытайша бірдеме жазып қойған, бұны түсінбейміз енді достар. Міне артының дизайны өте керемет. Міне достар, мына жанын қараңыздар. Бұл автокөліктер жүрілмеген автокөліктер достар. Пробегсіз жаңа. Міне мына жағын көрсететін болсақ, сол түсте 4 машина тұр, общий 4 машина тұр. Міне достар, бәрін көрсетіп өтетін болсақ, барлығы бір бағада, ешқандай пробег жоқ достар. Жаңа автокөліктер. Міне Қытай сборкасы. Міне Elantra, Honda Elantra автокөлігі. Достар, айта кететін болсам, мұнау алдыңғы видеода айттыңыздар ғой, жаңа Қытайды ондай деп көтермеңіздер, сапасы нашар деп. Айта кетейік достар, Қытай автоиндустриясы өте жаңаның аты жаңа деп ойлаймын достар. Қандай да болса жаңаның аты жаңа достар. Міне келіңіздер, осы жерден 0% бен автокөлік иегері бір күнде болып шығыңыздар достар. Достар, міне сборка Қытай Honda Elantra автокөлігі. Қанша дегенмен Қытай автоиндустриясы даму үстінде, қарқынды даму үстінде. Міне сіздерге мысал ретінде Honda Elantra сборка Қытайда алайық. Көріп шықтыңыздар видеода. Енді Honda Sonata Корея сборкасымен көрсететін болайық. Не айырмашылық бар достар? Комментарияға жаза кетіңіздер, оқитын боламыз достар.
Видео ұнаса Car Plus YouTube каналына тіркеліп, достарыңызбен видеоны бөлісіңіздер, лайк, комментарий жаза кетіңіздер, достар. Сау саламатта, амандықта жүздесейік. Ассалаумағалейкум, достар. Қазір менеджер Тұрмұхамед мырза бізге қандай шарттармен мына тұрған автокөліктерді қандай шарттармен алуға болады, қандай тиімді бағалары барлығын айтып өтетін болады. Тұрмұхамед мырза. Ассалаумағалейкум, тағы да біздегі барлық көліктерді алғашқы жарнасыз алуға болады, яғни через банк. Ол бізде 3 банкпен жұмыс жасаймыз. Ол Евразийский банк, бұрынғы яғни Сбербанк, қазір және тағы да БЦК банк қосылды, банк центр кредит және Береке банк арқылы алуға болады. Бұл көліктердің барлықтары орта бағамен, рыноктағы орта бағамен бірдей. Бағалары өте тиімді және бұларды алғашқы жарнасыз алуға болады. Ол үшін сіздерге керегі тек қана жақсы кредитная история. Пенсионка, жаңағыдай официальный доход оған қарамаймыз, тек қана кредитная история жақсы болса болды. Және көлік алуға деген ынталарыңыз болса, сол ғана жетеді. Біздегі көліктерге біз өзіміз гарантия береміз, яғни ол көліктерге технический жағынан, кузов жағынан өзіміз жауап береміз. Ал сіздер тағы да өздеріңіз көлікті біз арқылы, біз первоначального взноса, яғни алғашқы жарнасыз алсаңыздар болады, яғни колесадан. Если колесадан алатын болсаңыздар, бізге алып келесіздер, яғни көлікті өздеріңіз келесіздер, одобрение алсаңыздар болды. Біз ар жақ қарай өзіміз барлығын тындырамыз. Яғни бір күнде сіздер армандаған көліктеріңізді мініп кетулеріңізге болады.